Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге қойдың құйрық майының жасалу жолының, пісіру жолының ең ерекше түрлі жолдарын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Сізге керек заттар: 500 граммға жуық қойдың майы, сарымсақтың жарты басы, паприка копченая және қызыл бұрыш. Әрине тұз керек болады және қалауларыңызша қара бұрышты салуға болады. 500 грамм қойдың майын дәл видеодағыдай 3 бөлікке бөліп аласыздар. Құйрық майымызды кішкентай ыдысқа салып, үстінен үткіштің кішкентай көзінен барлық сарымсақтарымызды өткізіп шығамыз, дәл видеодағыдай. Енді керегенше тұзымызды саламыз. Тұзды көп салып қойдым деп уайымдамаңыздар. Құйрық майдың өзінің сондай бір қасиеті бар. Өзіне керек қана тұзын алады, керек емес тұздарды қабылдап алмайтын болады. Қызыл бұрыш, паприка, копченая паприка және қалауларыңызша қара бұрышты да қосуға болады. Барлығы бұл жерде сіздердің талғамдарыңызға байланысты. Кейбіреулер ашты жақсы көреді, кейбіреу аштыны ұнатпайды. Осы жерде әркімнің өзінің талғамына байланысты маринадтайсыздар. Маринадталған құйрық майларымыз 2 сағат бөлме температурасында маринадталып тұру керек. Енді дәл видеодағыда көріп тұрғандарыңыздай, осындай пищевой пленкамызға әрбір осы құйрық майымызды орап шығамыз. Бірнеше рет қабаттап, екі шеттен қысып, дәл видеодағыдай жасап шығасыздар. Құйрық майдың адам ағзасына деген пайдасы өте мол болып келеді және құндылығы өте жоғары тағамдардың біріне жатады. Дәл осы рецептпен құйрық майды дайындасаңыз, барлық витаминдік элементтердің барлығы құйрық майдың өзінің бойында қалатын болады. Ендігі кезекте осылай шұжық тәріздес етіп, екі шетінен жіптің көмегімен байлап алыңыздар. Өйткені суға қайнатқан кезде суға майымыз шығып кетпеу керек, немесе де суымыз көп мөлшерде біздің шұжықтарымызға кіріп кетпеу мақсатында. Енді суымыз қайнағаннан кейін шұжықтарымызды 40-45 минут отта пісіріп аласыздар. Әрине бұл кезде сіздің бұл шұжықтарыңыздың үлкендік көлеміне байланысты сіздің пісіру уақытыңызда ұзаратын болады. Піскеннен кейін толығымен суытып аласыздар. Суытып алғаннан кейін сіздерге осы сыртындағы пищевой пленканы шешуге өте ыңғайлы және де тез болады. Пищевая пленкадан құйрық майларымызды толығымен шешіп алғаннан кейін, оған осы құйрық майларымызға жақсы қызыл реңк беріп тұру үшін паприкаларды араластырып, осылай аунатып шығатын боламын. Бұл жерде мен қызыл бұрыштың ұнтағын қолдандым. Паприка, яғни да егерде жоқ қызыл бұрыш, қара бұрыш қосам, кішкене аштырау болсын десеңіз, солай да жасауға болады. Бұл жерде барлығы талғамға байланысты. Ал мен тек қана қызыл түс берсін деп паприканы қолдандым. Және ештеңкеге аунатпай-ақ пісіріп алғаннан кейін осылай бірінші түрі секілді қылып дастарханға ұсына беруге болады. Өйткені ол 2 сағат осы тұзда, бұрышта маринадталған тұғын. Кесіп дастарханға ұсынбас бұрын 1 сағат тоңазытқышта ұстап алыңыздар. Сол кезде біздің құйрық майларымыз өте жақсы кесілетін болады. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің рецепттерімді қолдап, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.